Жәркенге арналған, болмаса жәркендің сарындағы дүниелер бар. Бір таудың қойнауында туып өстіңіздер. Былайша айтқанда тағдырларыңыз да жақын, сағыныштарыңыз да тамырлас. Осы жәркен бөдеш туралы айтып беріңізші. Енді жәркен бөдеш тағдырлас деуге өте дұрыс. Екеуміз бір тауда өстік. Сол бір бастаудың суынан су іштік. Бір тағдырды кештік. Сол жақтағы ел жұрт, сол жақтағы орта деген адамға үлкен әсер етеді. Толы деген, Қарағай бастау деген орта, ол басқаша. Басқа жердегілерменен басқадай мүмкіндіктермен салыстыруға келмейді. Сол үшін жәркеннің де туып осы жаққа өтіп кетуі ол үлкен тағдыр. Жәркен айтады, мен ақын емеспін, тағдырым ақын деп. Сол секілді біз кейін бәрін көре тұра, біле тұра осы жаққа арнайы келдік. Бірақ келу жолымыз ұқсамағанменен бәрібір кешкен тағдырымыздың ұқсастығы бар. Екеуміздің алған жаңағындай бір судың, бір бастаудың суынан сусындағаннан кейін ұқсастық та пайда болады. Оның кейін сол тауға, биік тауға қарап адам есейесің. Алдыңда жәркендей мықты ақын тұрса, оны оқымасаң, оны түсінбесең, сенің ақындығың қайда? Сол үшін жәркен бөдештің жаңағындай мықты өлеңдерін біз жатқа оқып жүрдік. Оның жаңағындай кесіп олатын үлкен кесек ойлары, айтқыштығы, туған жерге деген бір қадам жерде, әудем жерде тұрып өте алмай ұлып отырғандығының өзі үлкен адамға сағынышты сыйлайды, ой салады. Соныменен сол ойларға негізделіп бізге де ой туады. Жәркен кеткеннен кейін жәркенді де сағынамыз. Сол алдыңдағы тау құлағандай болып, тіпті сол жәркенді ойлап отырсаң, Жәйірдің тауына кеп Алатаудың қасына орнатқандай. Сол секілді жәркенді сағыныштан, жәркенге деген табыныстан талай ойлар туады. Сол үшін ұқсастығымыз бар болуы әбден мүмкін.